Hello everyone. Today we are going to learn about present continuous. Present continuous дегеніміз нақ осы шақ, яғни дәл қазір сіз не істеп жатқаныңызды айтқыңыз келген жағдайда осы шақты қолданатын боласыз. Енді present continuous'тың біз бұның алдында present simple сіздің күнделікті істейтін іс-әрекетіңіз туралы грамматиканы өткен болатынбыз. Енді present continuous дәл нақ қазір не істеп жатқаныңыз туралы айтамыз. Ережесіне назар аударайық. Ережесі өте оңай. Present continuous ең оңай грамматикалардың бірі. Біз бұған дейін I, you деген секілді есімдіктерді өткен болатынбыз. Мына жерде атап көрсететін болсам, I, мен, you, сен, he, she, it, ол, we, біз, you, сен немесе сендер, they, олар деген мағынаны білдіреді. Енді біз мына ережеде am, is, are қолданатын боламыз. Біз алдында үйренгенімізде I-ға міндетті түрде am қолданамыз. You-ға are қолданамыз. He, she, it үшеуіне бірдей is қолданамыз. Және де тағы да we, you, they үшеуіне are қолданатын боламыз. Сонда бізде өзі үш қана көмекші етістік бар. Am, is, are. Бұл көмекші етістіктер аударылмайды. Бұның мағынасы жоқ. Бұл тек одан өзінен кейін келетін етістікке көмектесіп тұратын деген мағынаны білдіреді. Енді present continuous'ның ережесі бірінші міндетті түрде есімдік кетеді, одан кейін көмекші етістік кетеді, одан кейін келген етістікке біз соңына ing жалғауын жалғау арқылы жасаймыз. Ол қалай сонда? Сіз мысалға не істейін деп жатырсыз? Мына жерде verb деген етістік, оған ing жалғанған. Мысалға write деген етістікті біз үйрендік, жазу деген, соған ing жалғағанда writing. Мысалға I am writing, мен дәл қазір жазып жатырмын деген мағынаны білдіреді. Енді одан ары қарай жалғастырайық. Мына жерде сіздерге қысқартылған түрі көрсетілген. Біз бұның алдында да үйренген болатынбыз. Көмекші етістіктерді қысқартуға болады. I am қысқарады I'm. Мына жердегі апострофты тастап кетпейміз. You are қысқарады your. He, she, it, is қысқарады his, she's, its. We are we're. You are your. They are their деп қысқарады. Одан кейін келген етістікке ing жалғаймыз. Мысалға, мен ойнап жатырмын. I am немесе I'm. Play етістігіміз, оған не жалғаймыз? ing жалғауын жалғаймыз да playing. Мен ойнап жатырмын. He is playing. Ол ойнап жатыр. We are playing. Біз ойнап жатырмыз деген мағынаны білдіреді. Келесі бетте сіздерге сөйлемдердің негатив, болымсыз түрі көрсетілген. Біздің жаңағы үйренгеніміз positive, ал енді мынау негатив. Негатив сөйлемді қалай құрастырамыз? Негатив сөйлемде ең оңай нәрсе көмекші етістіктен кейін, am, is-дан кейін not сөзін жалғаймыз. Болды, артық ештеңенің қажеті жоқ. I am not playing. Мен ойнап жатқан жоқпын. He is not playing. Ол ойнап жатқан жоқ. They are not playing. Олар ойнап жатқан жоқ деген мағынаны білдіреді. Келесі бетінде дәл соның қысқартылған формасы, қалай қысқартамыз? I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She isn't. It isn't. We are not, we aren't. You aren't. They aren't. Өстіп, сөйлемді қысқартуға болады. Негізі көбісі қысқартылған формасын қолданады, өйткені ешкім жеке-жеке he is not деп сөйлемейді.
Өйткені мынау қалыпты жағдай үйрен шықты. Келесі questions. Сұрақты қалай құрастырамыз? Сұрақты құрастыру үшін біз жаңағы ереже бойынша I am playing деп сөйлем құрастырған болатынбыз. Енді біз am, is, are көмекші етістігін мына есімдіктердің алдына шығарып жібереміз. Сонда қандай сөйлем шығады? I am өзгереді am I. Мен ойнап жатырмын ба? Am I playing? Ол ойнап жатыр ма? Is he playing? Немесе is she playing? Are we playing? Біз ойнап жатырмыз ба? Are you playing? Сен ойнап жатырсың ба? Are they playing? Олар ойнап жатыр ма? Оңай түрі мына алдына көмекші етістікті шығара саламыз, иә? Сонымен сұраулы сөйлем құрастырылады. Енді ing-ді қалай жалғаймыз? ing формасын жалғаудың өзінің арнайы ережелері бар. Егер де етістіктің ішінде бір ғана дауысты дыбыс болатын болса, онда оның соңындағы дауыссыз дыбыс екі еселеніп келеді. Ол не деген сөз? Мысалға, мына жерге назар аударыңыз. Мынау jog деген жүгіру деген мағынаны білдіреді. Оның ішінде бір ғана дауысты дыбыс бар. O. Мысалға, run, you дауысты дыбыс бар. Swim, I. Shop, O. Get, E секілді бір ғана дауысты дыбыс келетін болса, етістіктің ішінде, онда оның соңындағы дауыссыз дыбыс екі еселеніп кетеді. Екі рет жазылатын болады. Jog, jogging. Run, running. Swim, swimming. Shop, shopping. Get, getting деген секілді. Ал келесі екінші ережесінде, егер де етістіктің соңы и әріпімен бітетін болса, онда ол и әріпі түсіп қалады да бірден ing жалғанып кетеді. Dance, dancing. Make, making. Have, having. Ride, riding. Drive, driving деген секілді. Ал келесі үшінші ережесінде y әріпімен біткен жағдайда y әріпін түсіріп тастамаймыз, сол күйі жазылады да ing жалғайтын боламыз. Түсінікті ғой? Енді бір жаттығулар жасап, жаңағы үйренген ережемізді бір жаттығуда қолданып көрейік. Мысалға, мына жерде олар немен айналысып жатыр, иә? What are they doing деп тұр. Олар немен айналысып жатыр? Суретке қараймыз. They are dancing. They біздің есімдігіміз, одан кейін келетін көмекші етістік are, сосын dancing билеп жатыр деген мағынаны білдіреді. Келесі мысалға назар аударсақ, she is-ді қысқартқанбыз. She's singing, ән айтып жатыр. Келесі мысалда he is қысқартылған. He's painting. Paint, сурет салу деген мағынаны білдіреді. ing жалғаймыз. Painting деген сөз шығады. She is dancing. Ол билеп жатыр. He is drinking. Ол су ішіп жатыр. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті көрсетіп жатыр.